Арнамызға енді қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Бұл арайлы таң бағдарламасы және таңғы шай айдары. Ал бүгін таңғы шайда қонақта Домино тобының солисі Шолпан ханым. Шолпан ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң, қазақ елі. Керемет, бәрі жақсы. Шолпан, менің барлық қонақтардан ең алғашқы қоятын сауалым, таңертең тұрған кезде көңіл күйіңізді қалай көтересіз? Мен оны көтермеймін, мен көңіл күйім әрқашанда көтеріңкі болып тұрады. Сондықтан Құдайға шүкір, таңертең тұрғанда айнаның жанында тұрып, Шолпан, сен әдемісің, Шолпан, бүгінгі бар жұмыстарыңды Құдай қаласа бітіресің, бар жақсы болады деген оймен тұрам. Сондықтан көңіл күйім әрқашанда жақсы болып оянам. Өз ойымды бірінші жүйелеп алам дейсіз ғой? Әрине. Өзіңіздің мінезіңіз өте жайдарлы. Кімге тартқансыз жалпы? Анаңызға, әкеңізге? Папамның да, мамамның да мінездері өте жақсы, енді туысқандар айтады, достар айтады. Сондықтан мамамның да, папамның да мінезін алдым деп ойлаймын. Өйткені мені білетін кісілер, достарым, Шолпан, сенің мінезің жақсы дейді. Сен өте түсінігім бар адам деп айтады. Сондықтан мен оған өте қуаныштымын. Сізден естігеніме мен де қуаныштымын өте. Сондықтан енді бірінші Алла, екінші әкеме, шешеме рахмет. Осындай маған тәрбие бергендеріне, сондықтан мінезім осындай шығар. Тамаша. Шолпан ханым, таңғы бағдарлама болғандықтан, таңғы шайдан, ыстық шайдан алып отырыңыз, ас болсын дегім келеді. Сөйтіп отырып сауалымды қоя берсем, Домино тобында қазір не жаңалық, жақында бейнебаянымыз түсірілді дедіңіз? Ең басты айтып кетсем, қазір Домино тобында 2 адам. Біз 3 адам болғанбыз, 2 жігіт және мен 3 адам болғанбыз. Қазіргі таңда біз 2 адам болып қалдық. Закир біздің әнші және продюсер және мен. Жаңадан бір 2-3 апта болып қалған шығар, біздің жаңа бейнебаянымыз шыққан, Жыламашы атты әніне. Мүмкін тамашалаған шығарсыздар, жоқ болса интернет желісінде көре аласыздар. Енді әртүрлі мерекелік сапарларға шығып тұрамыз. Туған күн дегендей, қазақтың тойы көп қой. Үйлену той, бесік той деген, сүндет той. Сондай концерттерге барып тұрамыз. Көп Қазақстанды аралап. Жаңа енді ойымызда бар, жаңа бір 2-3 әдемі ән жаздырып дегендей, соның ішінде бір ең жақсы тамаша әнді таңдап, соған тағы бейнебаян деген түсіретін ой бар. Ал мынаны сұрағым келіп тұр. Сіздерге үнемі 3 адам ретінде көзіміз үйреніп қалған. Өздеріңізге қалай? Закир екеуіңіз жалғызсырап жүрген жоқсыздар ма? Біз қанша болды? Бір жарты жыл болып қалған шығар біз екеуміз қалғандарымызға. Біз үйренбей жүрген, біз сахнада ән айтып тұрғанда 3-ші жігіт жетпей тұрғанда, оның орны бос, қалай тұрамыз, біз дұрыс тұрмай тұрмыз ғой деп, бізде бір 3-4 ай тұрып жүрген шығармыз, кішкене енді түсінбей дегендей. Қазіргі уақытта енді үйрендік, Құдайға шүкір, енді осы біз енді екеуміз ән айтып жатқанымызға уже үйреніп қалдық. Сондықтан қазір енді жеңіл. Бірінші уақыт кішкене қиналдық, шын айтсақ. Қазір құрамымызға бір адам аламыз, іріктеу өткіземіз деген ойда жоқ. Закир біздің продюсер және менің досым. Қой, бізге 3-ші адам что-то не то болып кетті ғой. Біреудің контракты бітті, біреу үйленді. Солай қой, 3-ші адам іздемей қояқ. Шолпан, біз ең бірінші составтан екеуміз. Сондықтан 2005 жылдан бері екеуміз қол ұстасып келе жатырмыз. Сондықтан қой, екеуміз қалған дұрыс болатын шығар деді. Біз 3-ші адамды алмай қояқ, екеуміз істей берек деді. Сондай ойда қалдық. 12 жыл болды дейсіз ғой? Иә, 12 жыл болды, 12,5 жыл болды. Тамаша. Ал жалпы басында сізде келісім шартқа отырған кезде тұрмыс құрмау керек деген шарттар болды ма? Әрине, ол ең бастысы болған. Үйленуге болмайды дегендей, тұрмысқа шығуға болмайды дегендей. Сондықтан енді біздің продюсер қанша біздің продюсеріміз басқа еді, басқа жігіт Марлен Нұрмагомбетов деген. Содан кейін барып Закир болып қалды, продюсер болды. Бізде қанша 10 жылға деді ма, 7 жылға деді ма, қателеспесем, контрактқа отырамыз деген. Енді мен бір қызбын ғой, 2 жігіттің арасында. Қойыңызшы, 10 жыл көп, хотя бы бір 5 жылға отырайық, ары қарай көре жатарамыз дедік. Сол 5 жыл зымырап өтті. Содан кейін оның 2 жыл зымырап өтті, сөйтіп Домино уже 12 жыл болып кетіпті ғой, мен өзім сенбеймін, уақыт зымырап өтті. Контрактта ондай пункт болды әрине. Біз контракттағы бар пункттарды бұзбадық ешқашан. Сондықтан енді Закир айтты, қой, енді екеуміз қалайық, біз семен қалай айтады, старички дейді ғой, өзі күлет, мы с тобой старички дейді да, күлет. Сондықтан қолын бір-бірімізге сәлеміміз дүзу, ешқашан бірімізді алдамай, ары қарай қол ұстасып ән айтайық. Қалай қарайсыз деді.
әрине мен дайынмын дедім. Екінші бала, үшінші бала туып жатсанда топқа орал, жақсы ма дейді маған, жақсы дедім. Әрине халық енді бірінші ұжым болғандықтан енді адам үйренген, адам жақсы көреді. Ал енді былай мен өзімді жаспын, былай қарасам басқа бір топтар болсын, адамдар ауысып қызық емес болып кетеді адамға. Сондықтан көз үйренген жақсы. Сондықтан біз екеуміз ешқашан ажырамайық дейді да тобымыз. Керемет, осындай бірлестікпен жұмыс жасай беріңіздер дегендер, халықты қуантып. Ал өздеріңіз доминоға қалай келдіңіздер? Бұл сұрақты қоймағалы көп болған шығар сізге? Көп болды қоймағалы. Я доминоға енді сол 2005 жыл болды. Империя звезд деген үлкен бір жоба өтті. Біз қатысқанбыз. О жақта Антон болды, сол Закир, мен, Аша Матай болды, Джамба қыз болды, Габит Сабит деген екі жігіт болдылар, қазір киносферада істеп кетті. Аша Матайды барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Джамба хан деген подружкам бар, өте арсичная қыз. Сол проекттен біз бірінші, екінші, үшінші орындар алып, бізден домино тобын құрды. Сөйтіп, 2005 жылда. Сол уақыттан бері сол Империя звездтен қатысып, жүлделі орын алып келдік сол топқа. Тамаша. Ал біраз енді асхана жаққа оралсақ, өзіңіз анасыз, жас анасыз, аспаздық өнерге қалайсыз? Білесіз бе, мен тұрмысқа шығар алдында ештеме істей алмайтын едім. Енді ештеме болғанда енді андай сәл сорпаға ұқсайтын бір зат істей алатын едім. Түрі келіспейтін блинчик істейтін едім енді былай. Ал енді тамаққа мен андай едім, шын айтамын, жақсы емес едім. Мен айтады ғой, мен любитель кушать. Бірақ тамаққа өзім андай болғанмын. Енді әрине тем более мен Шымкентке келін болып түстім. Оңтүстік жаққа, сондықтан менің енем өте алтын адам, алтын кісі. Жазда 7 жыл болды тұрмыс құрғаныма. Мені енем бәрін үйретті. Қазір қамырды жай десе, шолпан тақ деп жарты сағатта жайып береді. 5 бармағын әдемілеп столға шығарады. Ал енді тұрмысқа шығар алдында мен тамаққа өте не емес едім. Істей алмайтын едім тамақты, дәмді. Енді түр былай келіспейтін еді. Енді мамаларым, папаларым жеп, енді жаным қызым тәтті деп қоятын еді, дәмді деп. Ал енді келін болып түскенде барын үйрене бастадым. Қазір барын Құдайға шүкір істей аламын. Бұрын дайын асқа тек қасық едім, қазір өзім бәрін жасайтын дейсіз. Тамаша, керемет. Құрметті көрермен, бағдарламамызды жалғастырамыз. Бұл таңғы шай, ал таңғы шайда қонақта домино тобының солисі Шолпан ханым. Шолпан ханым, жалпы мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Әншілердің бәрі таңертең тұрған кезде 3 сағат көлемінде ән айтпаймыз деп жатады, дауысымызды реттейміз деп жатады. Сізде қандай әдіс тәсіл бар? Ондай да болып тұрады, анда-санда, бірақ мен шын айтамын, өзімнің ән айтқанынан дегендей, өзімнің жұмысынан дегендей, сәл анда-санда шаршап тұрам. Ол шын, ол біреулер айтатын шығар, жоқ, мен ән айтам, қоймайым, везде распевкамен жүремін деп. Мен олай айтпаймын, шын айтамын, мен өз-өзімнен енді да шаршайым. Сондықтан таңертең ән айтып жүргенім ол өте сирек. Мен настроением жақсы болып тұрса, мүмкін мен айтып жүрем. Бірақ былай мен өз әндерімді айтуға құлшынысыңыз болмай ма? Тырысамын әрқашанда, бірақ өз әндеріме соңғы уақыт көңіл бөлмей кеттім. Сондықтан айтсам да өз әндерімді айтпаймын. Осы сөзді есте сақтап қалайық. Айтсаңыз да өз әндеріңізді айтпайсыз. Біздің бағдарламада мынандай ойын ойнаймыз, әншілермен келген таңертеңгілік көңілді көтеру үшін, әрі қонақ кәде ретінде біз әннің мәтінін мәнерлеп оқимын мен. Сіз соны тауып, музыкасымен айтып беруіңіз керек. Жақсы, келістік. Онда бастайық. Бірінші ән сізге. Сұрақ. Құрметті көрермен, таңғы шайда Шолпан ханыммен ән айтып ойын ойнасақ. Шолпан ханым, бірінші сұрақ сізге. Мені сағындың ба, жүрмін жаным мұңда? Мені сағындың ба, жүрмін жаным мұңда? Іңкәрім-ай, іңкәрім-ай. Тамаша. Тағы бір ән сізге. Жеткізбейді кезең, өткізбейді өзең. Бір бақытты сезем. Жеткізбейді кезең, өткізбейді өзең, бір бақытты сезем. Қарақат пен Қыдырәлі. Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған.
тағы бір соңғы сұрақ, сізді қинамайын. Келші жаныма, махаббатым-ай, махаббатым-ай. Келші жаныма, махаббатым-ай, махаббатым. Оралшы маған, бақыт құсым-ай, бұлақ әнім-ай. Домино тобының әні Айым-ай. Тамаша. Осы Айым-ай өте жақсы халық арасында таралған. Қай жылы шықты, тарихы есіңізде ма? 2006 жылы ғой деймін. Біз ол ән сондай дөң етіп барлықтарына ұнайтын, біз күтпегенбіз, сезбегенбіз, олай ойламағанбыз. Ол әнін және музыкасын жазған Дәурен Байназаров, біздің досымыз. Әрі Пилот тобының әншісі, біздің көптеген әндерімізді жазған ол кісі. Капелька яда деген әніміз бар, Қыздарики деген әніміз бар. Енді солай адам оны, сол әнді соншама сондай қарсы алып, сондай жоғары деңгейде көтеріп, тыңдап дегендей біз ойламағанбыз. Әннің бағы ашылды, біздің де бағымыз ашылды. Құдайға шүкір, бізді жұмыстарға келіп отсақ, бізге айтатын еді, сіз Айым-ай тобысыз ба дейтін еді бізге. Жоқ, біз Домино тобымыз, Айым-ай деген әніміз бар дегенде, енді қалжыңдап күлетін едіміз. Сондықтан ол ән бізге өте жүрегімізге жақын ән. Біз жұмыстарға шығып атсақ, бір 3-4 рет айтамыз сол Айым-ай әнімізді. Сондықтан ол біздің визитный карточкамыз десек болады, қателеспеймін. Төл құжатымыз дейсіз ғой біздің. Рахмет, Шолпан ханым, бүгін келіп, әніңізді айтып, тамаша көңіл күймен бізді де сергітіп қойғаныңызға рахмет. Халық арнасының көрермендеріне ақжарда тілегіңіз болса, таңертеңгілік тілегіңіз болса, мархабат дейміз. Тағы да сәлематсыздар ма, қазақ елі, кім қазір ғана қосылды осы арнаға. Барлықтарыңызға тілейтінім тек қана жақсылық, аман-есен болыңыздар. Таңертең оянғанда мен сияқты айнаға қарап, Шолпан, бүгін барлығы жақсы болады, бір Алланың қолында. Барға аман-есен болады, барымыз аман, сау боламыз, бетімізден ешқашан күлкі кетпесін деп тұрып айтам. Сондықтан сізге де тілейтінім сол, аман-есен болыңыз, деніңіз әрқашанда сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын. Әмин, рахмет Шолпан ханым, сізге де осын тілейміз. Шығармашылық табыстар тілейміз, кішкентайыңыз өсе беріп, үлкен азамат болсын. Бағдарламамызға келгеніңізге рахмет, жалпы аман болыңыз. Құрмет көрермен, бүгін таңғы шайда қонақта болған Домино тобының әншісі Шолпан. Ал біз әлі қоштаспаймыз, арайлы таңда жүздескенше.